Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналда жаңа рецепт. Бұл синнабон рулеті. Егер сіздер корицаны жақсы көретін болсаңыздар, творожно-сырный креммен бұл өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты салып, осы екеуін бірге көпіртеміз. Яғни біраз көпіртуге тура келеді. Яғни әппақ болып ағарып, массамыз бірнеше есе ұлғайғанша. Міне осындай әдемі әппақ болып, кішкене формасын ұстағанша көпіртеміз. Осының үстіне ерітілген сары май құямыз. Мына жерде ұн, корица, разрыхитель және кукурузный крахмал, осы төртеуін араластырып, екі бөлікке бөліп салып араластырамыз. Яғни венчикпен астынан үстіне қарай массамыз отырып қалмайтындай етіп, аккуратно араластырып шығамыз. Құрғақ массамыз жұмыртқамен біріккеннен кейін уже ары қарай лопаткамен араластырамыз. Өйткені бізде май болғаннан кейін ал астына түсіп қалады. Соны жақсылап осылай астынан үстіне қарай біркелкі болғанша тағы да кішкене араластырамыз. Сонымен бисквитіміз дайын болады. Осыны мынандай пештің противеніне құя бересіздер. Енді андай асел сияқты печка болса, онда сіздердікі жаңағы кішкене рулеттеріңіз қалыңырақ болады. Бисквиті. Осылай бәрін құйып алғаннан кейін жайып шығамыз. Енді осыны алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста бір 15 минуттай пісіріп аламыз. Бастысы зубочисткамен тексеріңіздер. Құрғақ шықса пісті деген сөз. Бисквит піскеннен кейін осылай сразу формадан аламыз да, осы прям ыстық күйінде бетіне тағы бір пергамент осылай төсейміз, төңкереміз. Содан кейін астындағы пергаментті алып тастаймыз. Енді осының үстіне бір мата, таза матаны қойып, қайтадан бұлай керісінше төңкереміз. Содан кейін пергаментті алып тастап, енді осыны біз ыстықтай осылай ораймыз. Өйткені бұны қазір осылай қойып қойса, ол суитта қатып қалады, одан кейін оралмай сынып кетеді. Сондықтан осылай ыстықтай орап, мен осылай қойып қоямыз. Болды. Енді осы матаның ішінде тұрып, ол толық суы керек. Бисквит суығанға дейін енді кремін дайындап қояйық. Салқын творожный сыр. Осының үстіне қант ұнтағын салып, миксердің бірінші жылдамдығында, төменгі жылдамдығы жетеді, сонымен біріктіреміз екеуін. Однородный болғанша. Массамыз бірікті, енді осының үстіне сливкиімізді құямыз. Енді ары қарай тоже бірінші, екінші жылдамдық максимум жетеді. Сол жылдамдықта осылай көпіртеміз. Крем дайын болды. Енді біздің бисквит суығаннан кейін барып, толық суығаннан кейін барып, бұл кремді жағамыз. Бұл жерде мен кремнің барлығын жақпадым, кішкенесін алып қалдым. Қазір соңында көрсетемін қанша алып қалғанымды. Мен осындай ғана крем алып қалдым. Бұл рулеттің сыртына жағуға керек болады бізге. Рулетті мен енінен орадым. Бірақ ол кезде кішкене қалыңдау болады екен. Ал егер енді сәл биік емес болғанын қаласаңыздар, онда ұзындығынан орасаңыздар болады.
Енді осыны неге подложкаға салып аламын мен. Содан кейін уже сыртына жаңағы қалған кремді жағып шығамыз. Содан кейін холодильникке бір сағат 2 сағатқа қояйық. Содан кейін барып шетін кесіп тастаймыз, артық жерлерін. Енді осының үстіне корица сепсеңіздер болады, бірақ мен дәмі қатты білініп кетеді деп, үйдегілер жемей қоятын шығар деп какао септім просто. Болды, сонымен рулет дайын, бірақ бұл енді бізде 1 сағат, 2 сағат қана тұрды ғой. Негізінде бір түн тұрса мүлдем басқаша дәм болады екен, өте керемет жұмсақ болады. Сондықтан бір түн холодильникте қойғандарыңыз дұрыс болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт қатты қиын емес, өте дәмді, оңай жасалады. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ видеоларым ұнап жатса, өздеріңіздің таныстарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісуді сұраймын. Ол менің каналымның дамуы үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.